Енді мына бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бойынша жер бетінде осы адамдардың 10-шы адамда психикалық бұзылыстың белгілері болуы мүмкін. Ол адамдар көмекке жүгінуге тиіс негізінде. Енді психикалық аурудың түрлері, олардың белгілерінің пайда болуы, оны әрбір адам білгені әрине дұрыс. Атам бабамыз айтады ғой, аурудың бәрі бастан деп. Сондықтан ол әлі мүмкін жұмбақта нәрселер бар шығар бұның ішінде, дегенмен қазіргі таңда ол психикалық аурудың түрлері өте көп. Оларды біз 2-3 топқа бөлуімізге де болады. Мысалға, бірінші топ ол тұқым қуалаушылық дегендей биологиялық адам эндогендік деп айтамыз біздерде. Сондай аурулардың түрлері. Екінші түрлері ол сыртқы факторлардың әсерінен болатын. Сосын енді қазіргі кезде үлкен адамдардың арасында жаңағы көбеюі орын алып отыр қазір. Ол енді бізде жаңағы дементное состояние, ол сондай жағдайлар көп кездесуде. Енді негізгі белгілері деп айтатын болсақ, ол адам ұйқысы бұзылып бастайды мысалға. Ұйқы бұзылып бастаса уже ол или демалу керек, или бір әрекет жасау керек та, сол ұйқысының орнын толтырып жүре бермей мысалға. Ұйқы көп уақытқа бұзылатын болса, оның ар жағы адамда жаңағыдай үрей болуы мүмкін, қорқыныш, жаңағыдай әлсіреу, астеникалық жағдайлар болады мысалға. Сол жағдайларда да адам дәрігерге немесе психологқа барып өзінің жағдайын айтып, көмек сұраған дұрыс болады. Одан енді әрмен қарай жүре беретін болса, ол адам оқшауланып бастайды, адамдармен қарым-қатынас мысалы өзгеруі мүмкін. Ол агрессивтік жаңағыдай бір құбылыстар болуы мүмкін. Мінез құлқында, тәртібінде ол енді сырт көзге көрініп тұрады. Сондықтан ондай жағдайда уже айналдырасында қоршаған жаңағы тумасы бола ма, жұмыстасы бола ма, қасында көріп тұрған адам да уже оған әсер ету керек та, енді көмектесуге, сондай алдын алу үшін сондай әрекеттер жасаған дұрыс деп ойлаймыз. Енді дәрігерге әрине көріну керек. Қазіргі таңда енді біздің поликлиникаларымызда психиатр дәрігерлері отыр. Біздің наркологиялық диспансер мен психоневрологиялық диспансердің құрамындағы амбулаториялық жаңағы емханалық көмек, поликлиникалық көмек көрсететін біздің дәрігерлеріміз штатыменен, құрамыменен биыл 2 біздің қалалық емханаларға берілді. Қазір солардың құрамында олар жұмыс жасап жатыр. Сол жерде ауырған адам или консультациялық бір көмек керек болған жағдайда сол жердегі дәрігерлерге барып жаңағыдай көмек сұрауына болады. Немесе жаңағы уже есепте динамикалық бақылаудағы біздің мысалы науқастарымызда сол жерден барып өздерінің жаңағы көмектерін ала алады. Тегін дәрі-дәрмегін ала алады мысалға. Сондай көмек жүргізіледі. Және ондай алғашқы психикалық денсаулық орталығы бізде Өзен қаласында 3 поликлиниканың біреуі ЖГП Жаңа Өзен қалалық емханасы 2-ші емханада ашылды. Сол жерде де өздері сол жерде 3 врач бар. Жаңа көмек көрсетіледі, жаңа алыну, шығару деген сияқты есептен, немесе оларға басқа да жаңа қандай психиатрдың жағынан көмек керек, соның барлығын өздері жүргізе алады. Енді өздері шешпеген жағдайда олар бізге жібереді. Біз жағында өзіміздің врачебный жаңағы дәрігерлік кеңестік комиссиямызбенен көмегімізді көрсетеміз. Біздер осы биыл Маңғыстау әкімшілігінің қаулысына сәйкес наркологиялық бұрын бөлек диспансер болып,
сосын облыстық психоневрологиялық диспансер болып бұрын бөлек 2 мекеме болатынбыз. Екеуі сол қаулыға сәйкес біріктіру арқылы қазір бізде облыстық психикалық денсаулық орталығы деген осындай орталық құрылды. Біз енді бірге бірігіп осы орталықта жұмыс жасап жатырмыз қазір. Бұл жерде енді бөлінбейді қазір. Наркологиялық аурулар болсын, психикалық аурулар барлығы бірге бір жұмыс жасалып жатыр. Енді бір біздің жаңалығымыз мына қасымыздан осы жерден Ақтау қалалық перинаталдық орталығы осы жақтан көшіп, мына жердегі ғимараты босады. Сол ғимаратқа біз Приозерныйдағы наркологияның бүткіл стационарлық бөлімдерін алып келуге жұмыстанып жатырмыз қазір, енді бір реконструкциясын жасап. Сол кезде және бұл жердегі бұл ғимарат өзі енді жақсы деуге болады, ішінде жаңағы помещение нелері де көп, ішінде бізге жақсы басқа да реабилитациялық көмек көрсете алатындай бөлімшелер ашуға болады, жаңағыдай психологиялық немізді жаңағы үлкейтуге. Бір жерден осы қасымыздан бір үлкен центр болып жұмысымызды енді әрмен қарай үлкейтіп, осы халқымызға қандай болғанда да қазіргі жаңағы сұранысқа лайықты қылып ашылатын сондай бөлімдер ашуға қазір жұмыстанып жатырмыз. Үлкейтіп кішкене. Енді осы психикалық бұзылысқа, психикалық ауытқушылыққа ұшыраған адамда мысалы емдеу шаралары қалай жүргізіледі? Енді емдеу шаралары ол мысалы бір аурудың мысалы алдын алу деген мысалы бізде бар ғой, алдын алу. Жаңағыдай бір белгілері білініп, адам өзін критически бақылап, сөйтіп алдын алып, мысалы психологқа или психиатр дәрігерлеріміз енді психотерапевтический жаңағы мүмкіншіліктері бар ғой, келіп алдын алып айтып сөйтетін болса, ол жаңа кеңес түрінде де беріліп, ол адамға көмектесуге де мүмкіншілік болады. Ол кеңеспенен жаңағыдай бірнеше рет кеңесіп, оның жан дүниесін сезініп, түсінісіп, оған бір бағыт беріп, солай көмектесуге болады. Енді ол күрделенген жағдайда уже ол уақытта жаңағы медикаментоздық дәрі-дәрмекпенен емделу керек болады. Ол амбулаториялық түрде ма, егер ол өте күрделі болса, онда тек стационарлық түрде емделу керек болады. Қазір енді бүкіл дүние жүзінде сол психикалық аурулардың емдейтін жақсы дәрі-дәрмектер бар. Олар жаңа пролонг дейді, созылмалы ауруларға пролонгированный қалай болады. Мысалы 1 рет или 2 рет айына уколын алып, ол күнделікті дәрі ішпесе де болады. Сондайда мүмкіншіліктер бар қазір, өте жақсы препараттар.